Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін Бибайша менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бүгін үй жағдайында осындай керемет жұп-жұмсақ болып тұратын нандар пісіретін боламыз. Ал бисмиллах деп бірінші ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Оның үстінен тұзымызды салып, дрожь салып, тұзымыз ерігенше араластырып аламыз да, одан кейін дрожь салатын боламыз. Ашытқы, яғни ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз да, еленген ұнымызды салып, орташа жұмсақтықта қамыр илейтін боламыз. Менің ұным алдын ала еленіп, ыдысқа салып алған болатынмын. Осы ұнымызды жақсылап салып отырып, суыңызға қарай қамырымызды жақсылап орташа жұмсақтықта илейтін боламыз. Бірден салып жүрмеңіздер ұнды, 2-3 бөліп осылайынан салып қамыр илейтін боламыз. Бірден салып жүрсеңіздер, біздің қамырымыз өте қатты, әрі арасы тығыз болып қалады. Шет жағасын осылайынан шет-шетін тазалап отырып, қамыр илейтін боламыз. Осылайынан жақсылап отырып, қамырымызды илеп, шетін осылай тазалап алатын боламыз да, июі қанғанша илеп, ашытуға жіберетін боламыз. Менде бұл жерде 1 сағатта ашиды қамырым. 1 сағаттан кейін қамырымызды алатын боламыз. Ал міне біздің қамырымыз дайын, көтеріліп ашыды. Енді осыны 3 суалаға бөліп, 3 нан пісіретін боламыз. Өте әдемі, жұмсақтықын 2-3 күн ұстайтындай нан шығады бізде. Бұл жерде тек суға дрожь, тұз салып ашыттым мен. Осылай бөліктерге бөліп, 3 суала жасап алатын боламыз. Менде 3 суала шықты. Табамызды алып, листімізді алып, майлап, осының үстіне 1 суаланы осылайынан жан-жағын басып отырып, қамырымызды жайып алатын боламыз. Одан кейін бетін жауып қоямдар, 5 минутқа жіберем. 5 минуттан кейін осылайынан алып және жаятын боламыз. Барлық шетін осылай басып шығатын боламыз. Мінекей дайын болған нанымызды демалғаннан кейін және 15 минутқа демалуға жіберіп, сәл көтеріледі. Содан кейін осындай шекпенмен ұрып, нанымызды сәндеп шығатын боламыз. Пешке жібереміз 180 градуста, өте әдемі болып піседі. Бізге ас болсын.